Мен Айсұлу операсының режиссерімін. Биыл туынды авторы қазақ елінің ұлы композиторы Сыдық Мұхамеджановтың туғанына 100 жыл толады. Және де оның алғашқы операсы тура 60 жыл бұрын жазылған. Осындай бір тамаша қос мерейтой қатар келіп тұр. Комедиялық опера қазақ тілінде қойылады. Бұрын-соңды бұл шығарманы естімеген, білмеген адамның өзі сюжетке бірден кіріп кетеді. Керемет хореография, керемет хор болады. Bir сөзбен айтқанда, бәрі айқын, түсінікті болады. Жалпы осы опера Айсұлу комедиялық жанрда жазылған. Және де осы Өскемен қаласында тарихи сәттердің бірі осы Ертіс концерт қабырғаларында ең бірінші рет қойылайын деп жатыр арнайы. Және де осы Айсұлу операсында мен Серген рөлін сомдайын деп отырмын. Бұл Сыдық Мұхамеджановтың осы тарихқа кірген ең алғаш комедиялық оперлардың бірі болып саналады. Және де осы Сыдық Мұхамеджановтың 100 жылдығына, және де осы қазақ халқының әз-наурыз мейрамына арнайы қойылып жатқан опералардың бірі деп саналады. Келіңіздер тамашалауға.